Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте жұмсақ болып шығатын бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ұнымыздың үстіне дрожжымызды саламыз. Суға тұзымызды салып, майонезімізді саламыз. Жұмсақ қылып қамыр илейміз. Қамырымызды жарты сағатқа немесе 1 сағатқа жылы жерге орап қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Енді оны қалыңда емес, жұқада емес, орташа қылып қамырымызды жайып аламыз. Осылайша стаканменен немесе дөңгелек бір ыдысымызбен кесіп аламыз. Енді барлығын осылайша жинақтап 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Қызып тұрған майымызға пісіріп аламыз. Өте ерекше жұмсақ болып шығатын бауырсағымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр.